Бүгін бізде практикалық жұмыс жасаймыз. Бірінші тапсырма. А, Б, С, Д сандары берілген. Осы сандардың ең үлкенін табатын программа құруымыз қажет. Мен программа кодын жазып қойдым, сіздерге түсіндіріп өтейін. Бізде 3 айнымалы берілген болғандықтан А, Б, С, Д-ны мәп функциясының қызметімен бүтін санға енгіземін. Яғни экранға шығарамын максимум мәнді. Максимум мән бізде А, Б, С, Д сандарының цифрлардың ішіндегі максимум мәнді экранға шығарады. Запуске берем, сақтап аламыз. Запуске бергенде мен қандайда бір 3 санға 4 айнымалыға, қандайда бір 4 айнымалы А, Б, С, Д 4 айнымалысына мән бердім. Enter батырмасын басам. Яғни 4 цифрдің ішінде 95 саны ең үлкен бізге көрсетіп берді. Бізде екінші есепте қасқыр мен түлкі екеуі бір уақытта қоянды көріп қалып, оны қуа жөнелді. Қоянның жылдамдығы V метр секунд, қасқырдың жылдамдығы M метр секунд, ал түлкінің жылдамдығы K метр секундқа тең. Қоян қасқырға да түлкіге де жеткізбеу үшін орындалуы керек шарттарды тауып жаз. Яғни қоян қасқырға да түлкіге де жеткізбеу. Яғни қоянның жылдамдығы жоғары болу керек. Бірінші суреттегі оқиғаның программасын құр. Тапсырмада қоян екеуіне де жеткізбей кетсе, экранға 0. Егер қоянды қасқыр бірінші қуып жетсе, яғни қасқыр онда 1, ал түлкі бірінші қуып жетсе, 2 деген жауап экранға шықсын. Енгізу деректерінің реті В қоянның, бірінші М қасқырдың, үшінші К түлкінің жылдамдығын енгізуіміз қажет. Мен есептің программасын құрып қойдым. Бізде 3 айнымалы берілгендіктен, бірінші қоянның, қасқырдың, түлкінің жылдамдығы, яғни анықтауымыз керек болғандықтан айнымалыға ВМК-ны айнымаларды 3 айнымалыны мәп функциясының көмегімен бүтін санға енгізіп аламын. Егер қоянның жылдамдығы қасқырдың жылдамдығынан көп болса, және қоянның жылдамдығы түлкінің жылдамдығынан көп болса, онда экранға 0 деген цифра шығу қажет. Түлкінің жылдамдығы қоянның жылдамдығынан көп болса, және түлкінің жылдамдығы қасқырдың жылдамдығынан көп болса, экранға 2 сан шығуы керек. Әйтпесе 1 саны. Ол кезде қасқырдың жылдамдығы көп болады. Экранға, яғни запуске берейік, сақтап аламыз. Біздің терезеге қандайда бір мән береміз. Бірінші 40, 28 және 36 сандарын берейік, экранға 0 шықты. Яғни бізде қоянның жылдамдығы көп. Ол кезде бізде не істейді? 0 цифры экранға шығу керек. Келесі тағы запуске берейін. Бұл кезде мен енді қасқырдың жылдамдығын көбейтейін. 26 мысалы 78, 50 деп берсек, онда 1 шығады. Себебі бізде қасқырдың жылдамдығы көп, қоянға жетіп алатын болғандықтан 1 санын шығарып тұр. Келесі 50, 48, 89 деген сан береді. Ол кезде 2 шығады. Яғни бұл кезде түлкінің жылдамдығы көп болғандықтан, түлкі бірінші жетіп алатын болғандықтан, бізге экранға 2 деген цифр шығарып берді. Бізде үшінші есеп 5 таңбалы сан палиндром бар. Анықтап программасын құрастыр. Егер сан палиндром болса, 1, әйтпесе нәтиже ретінде экранға 0 саны шығатын болсын. Мен есептің программасын құрып қойдым. Енді сіздерге түсіндіріп өтейін. N in input. Яғни бізде қандайда айнымалымыз бүтін сан беріп енгіземіз. Біз бір айнымалы, яғни қандайда 5 таңбалы бір сан береміз. N
n бір деп отырғанымыз, яғни бірінші цифрды анықтайды. Яғни n-ді 10 мыңға бөлгендегі бүтін бөлігін табады. Екінші n2 деп отырғанымыз 5 таңбалы санның екінші цифрын анықтайды. Қалай анықтаймыз? n-ді 1000-ға бөлгендегі бүтін бөлігін және 10-ға бөлгендегі қалдық бөлігі арқылы екінші цифрды анықтап аламыз. Одан кейін біз төртінші цифрды анықтаймыз. 5 таңбалы санның төртінші цифрын анықтаймыз. Оны қалай? n-ді 100-ге бөлгендегі қалдық бөлігін және 10-ға бөлгендегі бүтін бөлігін табу арқылы төртінші цифрды анықтап аламыз. Ал бесінші соңғы цифрды, 5 таңбалы санның бесінші цифры, яғни соңғы цифрды анықтау үшін n-ді 10-ға бөлгендегі қалдық бөлігі арқылы анықтаймыз. Енді шарт, егер n біріміз n 5-ке тең болса және n 2-міз n 4-ке тең болса, онда экранда 1 деген сан шығу керек. Яғни бұлар палиндром сандар болған. Әйтпесе экранға 0 санын, яғни 0 цифрын шығар дейді. Запуске береміз. Міне бізде экранда шықты. Енді біз мән береміз. 256 52. Enter бер. Бұл палиндром сан. Яғни соңғы 2 тең, 5 пен 5. Екінші цифр мен төртінші цифр және бірінші цифр мен бесінші цифр тең болып тұр.